Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. FIDE Women's Grand Prix. Нұрсұлтан, 21 қыркүйек. Горячкина Александра, Асаубаева Бибісара. Александра Горячкина әлемнің ең үздік ойыншыларының бірі. Қараңыздар, рейтингісі 2579, бұл масқара. Ұмытпасам, бұл әлем чемпион атағына үміткерлердің бірі, өте керемет ойыншы, жалпы Ресейдің мақтанышы деп айтсақ та болады. Кеттік, осы партияны тамашалап көрейік. Сарбазды негізгі орталыққа қойды. C5, Сицилиан Найдерф деп тұр, иә? Сицилиан қорғанысы және Найдерф варианты. Және Мигель Найдерф туралы местерге бұрынғы видеоларды айттым. Тағы да рет қайталамай-ақ қойын. Ат F3, D6, D4 орталықты қопарады. CD, ат D4, ат F6. Ат F6 өте маңызды жүрістердің бірі. Өйткені егер сіз атыңызды C6-ға қоятын болсаңыз, A6 немесе I6 басқа да амалдарды қолданатын болсаңыз, онда қарсылас деген өзінің сарбазын C4-ге қояды да Геза Мороци жүйесін пайдаланады. Сол себепті бұны болдырмау үшін әрине ат F6. Өйткені бұл жердегі жағдай қараңыздар, егер де қарсылас сарбазын C4-ге қойып, содан кейін атын C3-ге қоятын болса, бұл жағдай қаралардың пайдасына шешілмейді, бұл қиындау болады. Сол себепті міндетті түрде атты C3-ге алып келген дұрыс. A6, піл I3, сарбаз негізгі орталық қойды, ат F3. Ұмытпасаңыздар, Александр Костенюк өзінің атын B3-ге қойды. Александра Горячкина бұны көрген шығар. Сол себепті көз жеткеннен кейін олар түсінді B3-ге. Бибісара Асаубаева дайын. Сол себепті пластинканы ауыстырды дейді ғой, немесе вариантты ауыстырды. Атты F3-ге қойды. Піл I7, піл C4, патшаны сырай кіргіздік, және патшаны сырай кіргіздік, және піл I6. Әрине, бұл жүріс ең басты мақсат не? Мына D5-тегі торды бақылауға алу. Егер D5-тегі торды біз бақылауға алмасаңыз, сонда қарсылас бұны әдемілеп тұрып пайдаланады. Жедік және ат A4. Бұлай қарасаңыз, ойынның соңында атыңызды шетке шығару ыңғайсыздау болып көрінеді. Көрдіңіздер ме? Тағы бір айта кететін жағдай, бұл міндетті түрде жасанды интеллект және компьютермен қолданылған, дайындалған варианттардың бірі. Сізге сұрақ, не себепті негізгі орталықтағы сарбазды жеп кетуге болмайды? Бұлай қарасаңыз, ел аман жұртынышта осындай атты қолдарыңызға түсірсеңіздер, сарбазды түсірсеңіздер жақсы болады. Сол себепті ат G4. Ат G4, әрине, мына піл өте жақсы орналасқан. Жалпы Сицилиан қорғанысында I3-тегі піл өте маңызды. Жалпы Сицилиан қорғанысында егерде ақпен ойнайтын болсаңыздар, міндетті түрде мына осы пілге ерекше көңіл аударыңыздар. Өйткені бұл піл көп жағдайда ақ пілден артығырақ болады, және оның орны маңызы да басқаша ерекше болады. Жалғастырайық. Уәзір D3, бұл жерде атақты Филидор ережесін есімізге түсірсек болады. Жедік, және B5. B5 деген бұл Сицилиан қорғанысындағы өте қалыпты варианттардың, жүрістердің бірі. Сіздер білесіздер, Сицилиан қорғанысында 3 арман бар. Жалпы қаралардың 3 арманы бар. Біріншісі оң қанатта, немесе уәзір қанатында B5 деп жүру. Екіншісі, бұл мысалы бір болатын болса, екіншісі C жолын пайдалану, және үшіншісі арманы ол деген әрине орталықты қопару D5 болады. Сол себепті осы өздерінің мақсаттарының бірін орындады. Ат B6, бұл атты біз деген 8 аяқ деп айтамаймыз, өйткені аяқтары жеткіліксіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар болғаны. Тура A7 және ат D5. Көріңіз, өте мықты шабуыл деп атады, қауіп төндіріп жатыр деп атыр. Әрине, егерде мынаны B7-ге қоятын болсаңыздар, онда уәзір D2. Сіздерге сұрақ, неге мына сарбазбен мына атты жеуге болмайды деген сұрақ қойсақ болады. Ат тура D7 және жедік, қомағайлар қатарына кірді, жедік және A4. Көрдіңіздер ме? Александр Горячкинаның белсенділігі өте жоғары. Бұл туралда мына партияны комментарий жазған адамдар да өте жақсылап жазып отыр.
Бұл жерде А4-тің ең басты мақсаты не? Ол орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасасаңыздар болады. Бұл атақты Вильгельм Штайниц ережесі. Орталық тұрақты, сол себепті көрдіңіздер ме? Қаралар әзірше өздерінің басына түскен мәселелердің бәрін шешкен жоқ, өйткені қарсылас өте белсенді және мазасын алады. Тағы бір рет ескертем, қараңыздар. 2579 деген кім көрінгенде болмайды. Б4 тура Д1 әрине өте жақсы жүріс. Неге? Өйткені жартылай ашық жолға тураны орналастыру керек және мына артта қалған сарбаздың хал жағдайын білуге тырысады. А5 бұл ең басты мәселе не? Мына Б4-тегі сарбаздың хал жағдайын білу. Және оған мүмкіндік бар болса, тұрақтылық сыйлауға тырысу керек. Уәзір Б6. Әрине, мына А5-тегі сарбаздың хал жағдайын білгісі келеді. Соңғы нақты айтып тұрмыз. The prevents knight А6. Бұл нені білдіреді? Қарсыластың мына атты А6-ға, содан кейін С5-ке орналасуына кедергі жасау. Шахмат тек қана өзің ғана ойнап қана қоймай, және өзгеге де сіздер деген кәдімгідей қысым көрсетуіңіз керек. Және оның жоспарларының жүзеге аспауына өзіңіздің үлесіңізді қосуыңыз керек деген сияқты. Уәзір Д8, әрине А5-тегі сарбаздан айырылып қалсақ, онда бәрі бітті деген сияқты. Уәзір Б5, уәзір С7, уәзірді біз жақсы орналастырдық. Әрине болашақта мүмкіндік бар болса, мына С2-дегі сарбазды жеуге тырысамыз. Тура Д2, H6. H6-ның бір жақсылығы, біріншіден өзіңіздің патшаңыздың қауіпсіздігі, оны H7-ге қойғыңыз келеді. Екіншіден, әрине Ж5-тегі торды бақылауға аласыздар. H3, патша H7, былай, және тура FD8. C3, көрдіңіз, бәрібір Горячкина белгілі бір қиындықтарды туғызып жатыр. Өйткені оның басты мақсаты әрине қарсыластың жағдайын қиындату. BC, тура C2, әрине бұл деген байлау әдісі. Уәзір B7. Бұл жердегі бір айта кететін жағдай, Бибісара Асаубаева қарсыластың белсенді ойыншыларының санын азайтуға тырысады. Бұл жерде біріншіден тек қана уәзірді айырбастап қана қоймай, және С2-дегі және рентген арқылы Б2-дегі сарбаздарға да қысым көрсеткісі келеді. Б7, жедік және С3. Б2, тура ат негізгі орталықтағы сарбаз жеп қойды. А2, бұл жерде айта кететін жағдай, атақты кімнің Зигберт Тараштың ережесі. Ауыр фигураларды уәзір мен тураны артынан қойған дұрыс, өйткені шабуыл жасаған кезде де, қорғанған кезде де бұл өте маңызды. С4, Д7, көрдіңіздер ме? Ойын соншалықты қиын. Горячкина Александра ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Бізге сол себепті біз деген тез арада енді ғана 29 жүрісте өзіміздің атымызды іске қосылады. Міне қазіргі заманауи шахмат осындай. Өйткені сіздер деген тыңғылықты дайындау керексіз. Көрдіңіз ба? Атыңызға да шығуға мүмкіндік жоқ. Д7 шах, былай жет, және тура Д4, және Д5. Өте керемет жүріс. Өйткені атақты Капабланка ережесі. Егер де сіздің жағдайыңыз қиын болатын болса, онда бірінші кезекте сіздер сарбаздарды айырбастауға тырысу керексіз. Содан кейін ғана ойыншылар. Өйткені егер де сіз ойыншыларды айырбастайтын болсаңыздар, онда қиын жағдайға тап боласыздар. Жедік, енді бұл жерде ешқандай қиындық жоқ шығар. Былайда жеп, емін-еркін позицияны тең түсіруге болады. Міне осындай мықты қарсылас, тағы бір ескертем, қараңыздар, 2579 ер азаматтардың, көп ер азаматтарда бұндай рейтинг жоқ. Әйелді азаматтарды қарама. Бұл енді әлемнің ең үздік ойыншыларының бірі, Ресейдің жалпы үміт артып отқан мықты ойыншыларының бірі. Болашақта әлем чемпионына міндетті түрде талпынады және үміткер болады деген ойдамын. Сол, жақсылықта келсек, сау, сәлемет болыңыздар.